Сәлеметсіздер ме, достар? Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Спецназ Астанадағы ауруханада есірткі сатқан қызметкерді ұстады. Ол гашишті жұмыс орнында сақтап емін-еркін сатқан. Есірткі затының жалпы салмағы 240 грамм. Медицина қызметкері сотқа дейін уақытынша ұстау изоляторына қамалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сәлем біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк мен подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Астанада 5 адам өрттен құтқарылды. 2 өрт сөндіруші беті мен қолы күйген. Момышұлы көшесіндегі Қаһарман кешенінде 11-ші қабаттағы пәтер отқа оранған болатын. Үйде 5 адам болған, біреуі бала. 3 адам ауруханаға жеткізілді. Өрт сөндірушілердің барлығы наградаға ұсынылады. Аулада көліктер тұрғандықтан пәтерге жету оңай болмаған. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.